Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен, облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен КСРО халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың иегері Мұқан Төлебаев атындағы 5-ші халықаралық алтын таяқша дирижерлер, кестелі орамал вокалистер байқауына шақырамыз. Байқауға алыс жақын шет мемлекеттерден, еліміздің Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен облыстардан кәсіби музыканттар қатысады. Байқауға төрелік ететін белгілі мәдениет қайраткерлері профессор Фарух Садықов, Өзбекстан, профессор Борис Ворон, доцент Наталья Заварзина, Ресей, профессор Хадиша Оңалбаева, Америка құрама штаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Арман Жүдебаев, профессор Азамат Жылтыркөзов, доцент Торғын Смайылова, дирижер Берік Батырхан, профессор Али Алпысбаев. Байқаудың іріктеу туры 23 мамыр күні Бикен Римов атындағы облыстық драма театрының жаңа ғимаратында дирижерлер арасында, Ілияс Жансүгіров атындағы мәдениет сарайында вокалистер арасында өтеді. Басталуы сағат 10:00-де. Ал жеңімпаздардың гала-концерті Бикен Римов атындағы облыстық драма театрының жаңа ғимаратында 24 мамыр күні сағат 17:00-де басталады. Келіңіздер, көріңіздер.